Қазіргі ютубта неше түрлі жаңалықтар көп. Мистер Бистің жанында үлкен жанжал пайда болды және мансабындағы қиындықтары көп. 23 шілде Джимми Крис Тайсонды өз тобынан қуып шықты және көбісі бұған қуанышты болды. Мистер Бист Крис Тайсонды оның 13 жасар жігітпен жаман сөйлескені үшін қуып шықты. Джимми өз тобының беделін түсірмеу үшін Кристі сол уақытта қуып шықты, бірақ бұнымен бәрі бітпеді. Бұл іске Мистер Бистің баяғы қатысушылары араласты. Ең бірінші Джек Фрэнклин өз твиттерін жазды. Джимми бәрін білген. Яғни Джимми Кристің сөйлескен баяғыдан бері білген, бірақ ештеме айтпады. Ал 2 күн өткен соң Мистер Бистің шындығы ашылды. Оның баяғы жұмыскерінен ол Джиммидің видеоларын сахналандырылған жайлы айтты және кім қалай ұтатынын алдын ала бәрі біледі. Ал Мистер Бистің 7 күн мұхиттың ортасында өмір сүрем деген видеосында олар ағашта емес, яхтада ұйықтаған. Және олар видеодағылай консервалар емес, дұрыс тамақтанған. Және де олар 1 миллион береміз челленджерде кездейсоқ адамдарға емес, коллегаларына, достарына немесе туысқандарына сыйлаған жайлы айтты. Және Мистер Бист командасы ол жігітті сотқа тапсырды, құпия ақпаратты жария еткен үшін. Және бұл оның беделіне қатты тиді. Сол үшін Мистер Бистті бәрі хейт етуде. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мистер Бистің істегені дұрыс па? Комментке жазыңыз.